сирақтың алдыңғы топ бұлшықеттеріне бізде астық жүктің алдыңғы бұлшығы жатады, яғни оны латынша тибиалис антериор деп атаймыз. Жас түспен белгіленген бұл астық жүктің алдыңғы бұлшықеті. Одан кейін бізде сирақтың алдыңғы тобының барлық жазғыз бұлшықеттерге бөлінеді. Ең бірінші башпайларды жазатын бұлшықеттер, міне қызылмен белгіленген, және де мына күлгін түспен белгіленген бізде бас бармақты жазатын бұлшықеттер. Сирақтың латералды топ бұлшықеттеріне бізде кіші жіліншіктің бұлшықеттері жатады, өйткені ол астық жүкке латералды орналасқан сүйек бойынша. Соның бұлшықеттерін айтамыз. Мысалға, кіші жіліншіктің ұзын бұлшықеттері латынша перенеус, лонгус және қысқа бұлшықеттерін жатқызамыз. Осылардың бәрі бізде латералды топ бұлшықеттеріне жатады. Сирақтың артыңғы топ бұлшықеттеріне келетін болсақ, ол жерде бізде үш басты бұлшықеттер орналасқан, және табан бұлшықеттері және бүккіш бұлшықеттер орналасады. Мысалға, плантарис деген бізде табан бұлшықеті, мына күлгін түспен белгіленген, бізде осы сирақтың артыңғы топ бұлшықеттеріне жатады. Ал үш басты бұлшықеттеріне бізде балтыр бұлшықеті және камбала тәрізді бұлшықеттер жатады. Балтыр бұлшықетінің екі басы болады, және камбала тәрізді бұлшықет үшеуі құралып, осы сирақтың артыңғы топ бұлшықетіндегі үш басын құрайды. Сирақтың артыңғы топ бұлшықеттері бізде бүккіш бұлшықеттерге жатады. Соның бірі бізде асты жіліктің артыңғы бұлшықеті, тибиалис постериор дейді. Мына жерде бізде қызыл түспен белгіленген. Одан кейін бізде бас бармақты бүгетін бұлшықет, көк түспен белгіленген, және де бүкіл башпайларды бүгетін бұлшықет деп бөлінеді. Осылардың барлығы бізде сирақтың артыңғы тобын құрайды.